тектіліктің түп тамырын сақтаудың бір жолы бұл әмеңгерлік. Әмеңгерлік біздің қазақ дәстүрінде бар дүние. Біз қазір бұны тегістей жоққа шығарамыз. Бұл өте арсыз дүние, дұрыс емес деген ойға келдік. Шындығына үңіле қарайтын болсақ, бұл өте дұрыс дәстүр. Дәл осыдан біздің жесірін қаңғыртпаған, жетімін жылатпаған деген мақалымыз шыққан. Оған қазіргі жас ер жігіттердің де ерік жігері жетпейді. Мен жеңгеме әмеңгер бола аламын дейтіндердің әйелі рұқсат бермейді. Неге? Біз күйеуді басы байлы бір собственник қылып аламыз. Біз оны өзін ғана бөліскіміз келмейді, оның біз дүниесін бөліскіміз келмейді. Ал соның туған бауырынан туылған 5 балашаға, 4 балашаға қалай өмір сүрсін, оны шешесі қалай асырасын, оны ешкім ойлағысы келмейді, бас қатырғысы келмейді. Сондықтан әмеңгерлік деген қорқынышты дүние емес, оның дінде де, тәрбиеде де алатын орны ерекше. Біз осы әмеңгерлік арқылы өзіміздің қанымыздың тазалығын, өзіміздің тектілігімізді кейінгі ұрпаққа көрсете аламыз.